Сәлем достар, біздер бүгін осындай сұлыдан печенье дайындаймыз. Өте тез, дәмді, үйдегі қарапайым заттармен жасалынады. Ол үшін біздер сары майымызды салып, оны шаншқымен еземіз. Үстіне қант саламыз. Бір жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығы бірігу керек. Одан кейін үстіне қаймағымызды, оның үстіне жуылған мейізімізді салып, және де 2 ас қасық балымызды саламыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығын бір келкі қылып, бір массаға түсіреміз. Одан кейін оның үстіне сұлыдан ұнымызды саламыз. Және бидай ұнын саламыз. Қопсытқышымызды салып, қамыр илейміз. Бұл қамыр өте жабысқақ болады. Оны қасықтың көмегімен араластырып, мінекей осындай жабысқақ, қолға жабысатын қамыр шығады. Біздер противенімізге қағаз жайып, осылай қасықтың көмегімен аламыз. Қолымызды міндетті түрде сулап аламыз. Өстіп дөңгелектеп, пергамент қағаздың үстіне салып, үстінен басып печенье формасын береміз. Мінекей біздің печеньеміз дайын. 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал.